Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай алма қосылған шарлотка пирогын пісіреміз. Бұл пирог өте оңай және өте жылдам әзірленеді. Сондықтан духовкаларыңызды 180 градусқа қосып қойыңыздар. Ең алдымен алмамызды турап дайындап аламыз. Ол үшін алманы екіге бөліп, ішіндегі дәнектерін тазалап, осы видеодағыдай тураймыз. Енді қамырымызды әзірлеуге кірісеміз. Жұмыртқаны шамалы миксерлеп аламыз, сосын қантты азыздан енгіземіз. Қант пен жұмыртқаны массамыз ағарып, көлемінде ұлғайғанынша миксерлейміз. Енді миксердің жылдамдығын төменгі жылдамдыққа қойып, азыздан ұнды енгіземіз. Енді қопсытқышты қосамыз. Қопсытқышты қосып, массамыз біркелкі болғанша миксерлейміз. Формамыздың түбіне пергамент қағазын төсейміз. Сосын сары май жағып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 28 см. Енді формамыздың ішіне осылай алманы саламыз. Алманың үстіне шамалы қант себеміз. Енді қамырымызды осылай құямыз. Алманың қалған кесінділерін осылай видеодағыдай гүл тәрізді қойып шығамыз. Бәлішімізді духовкада 180 градуста 45 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің бәлішіміз пісті, енді оны формадан шығарамыз. Бәлішімізді әсемдеу үшін бетіне қант ұнтағын себеміз. Біздің шарлоткамыз дайын болды. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.